Қазақстанда автокөлік тарихы қызметі іске қосылды. Ішкі істер министрлігі пайдаланылған көлікті сатып алмас бұрын оны тексеру керектігін ескертеді. Бұған немқұрайлы қарауға болмайды, өйткені ол көптеген проблемалардан сақтайды. Сондай-ақ автокөліктің болашақ иесіне қосымша ақпарат береді. Қызмет келесі ақпаратты ұсынады. Автокөліктің Қазақстанда алғашқы тіркелу күнін, бұрынғы иелерінің санын, кепілдіктер мен ауыртпалықтардың бар жоғын, сонымен қатар басқа да мәліметтерді көрсетеді. Осы қызметті онлайн режимде көруге болады. Біз соны тексеруді шештік. Авто туралы есеп келесідей көрінеді. Бұл шынымен де алаяқтардан аулақ болуға көмектеседі. Өзіңізді алаяқтардан сақтаңыз.